Қазақстанда 6 мамырдан бастап жүргізуші куәлігінен айыратын тағы бір жол ережесі күшіне енеді. Енді басы бұзуға тыйым салынатын белгі бар жерлерден асығып, жолдың қарсы бетіне шығып кетсеңіз, онда 6 айға көлік тізгіндеуден шектелесіз. Облыс тұрғындары мен қонақтары тас жолдарда адам қазасымен орын алған ірі жол көлік оқиғаларының басым бөлігі ол жүргізушілердің көлік басқару кезінде жылдамдық режимін сақтамауына қарамастан тыйым салынған қауіпті аймақтарда қарсы бағыттарға шығып басып озуы. Осы аталған жағдайларды болдырмас үшін патрульдік полиция қызметкерлері жүргізушілермен күнделікті түсіндірме жұмыстарын жүргізіп және дрон әуе камерасын пайдалануда. Осы іс-шаралар ұдайы жүргізіліп отырғанына қарамастан соңғы 4 күн ішінде 12 басып озу ережесін бұзу фактісі анықталып, жүргізушілер жауапкершілікке тартылды. Сіздерден полиция департаменті тас жолдарда жол белгілеріне, жылдамдық шектеу режиміне, сақтық шараларына аса мән беріп, көлік құралын сауатты басқаруларыңызды сұрайды.